Сәлем достар, көзді ашып жұмғанша қыстың соңғы айына да келіп жеттік. Әр мезгілі өзіндік әдемілігімен ерекшеленетін біздің Өскеменіміздің қысқы келбеті расымен де ерекше. Taxi Library айдарының басты мақсаты поэзияны жаны сүйетін оқырмандарды қаламыздың танымдық орталарымен таныстыра отырып, өлеңмен сусындату екенін білесіздер. Ендеше ақпан айында дүниеге келіп, поэзия патшасы атанған Мұқағали Мақатаевтың қар жауып тұр өлеңімен қаламыздың қысқы көрінісін бірге тамашалаймыз. Кеттік. Апырау, бірақ күнде қыс келген бе? Қар ғой мынау бір түнде түскен жерге. Бір түнде мұнаймақтың өң өзгеріп, бірақ түнде керемет істерген бе? Жайымен жапалақтап қар жауып тұр, үлгермейде қалдың ау қамданып бір. Ыққағип қонақтаған көгершіндер бұталарға қарайды, таңданып құр. Қар жауып тұр, қар жауып тұр. Заңды ғой, заңды бәрі талас бар ма? Ақ қоранған көшелер ағаштарда. Бар табиғат өзара жарасқан ба? Ақ мамықтар ұшып жүр ақ аспанда. Адамды асқақ арманға жетелеп, ертегідей күйге бөлейтін мынау әппақ әлемнің бітуіне санаулы күндер қалды. Ендеше қыстың соңғы күндерінде қаламыздың көрікті жерлерін тамашалауды ұмытпаңыздар. Бүгінгі Taxi Library айдарының соңғы сөзін махаббат әлемінің әміршісі болған Әзілхан Нұршайықовтың қар туралы балаларға айтқан өсиет сөзімен аяқтауды жөн көрдік. Қар табиғаттың адамға берген ұлы сыйлықтарының бірі. Қарға қуаныңдар балалар, оны уыстаңдар, иіскеңдер, бір-біріңе шашу етіп шашып, қуана күліп қызықтаңдар. Бұл кейін қартайғанда қолдарын жетпей қалатын қызық, жастыққа ғана арналған табиғаттың ләззаты. Әппақ қардай ақ махаббат болсын, адалдық болсын, әппақ қардай таза пейіл, пиғыл, мейір болсын деген еді. Ендеше қымбатты оқырман, осындай таза тілекке толы сөздермен бүгінгі шығарылымымызды аяқтаймыз. Қыстың соңғы күні есте қаларлық естеліктермен толсын.